Көз ауруларының алдын алу үшін арнайы диета, көкөністер, жемістер, ет, балықты қосу қажет. Көруді жақсартуға арналған топ 15 өнімді ұсынамыз. Видеоны бастамас бұрын сіздерге арнаға жазылып, видеоны лайк басуларыңызды сұраймын. Ассаламағалейкум. Егер дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. Бірінші, авокадо. Бұл өте экзотикалық жеміс, бірақ оның көру қабілеті өте зор. Онда А және С дәрумені, сондай-ақ лютеин көп. Осының арқасында авокадо катарактаның дамуына жол бермейді. Макуляр дегенерацияның алдын алады. Көздің өткірлігі бар тордың бір бөлігі. Батат, тәтті картоп. Бұл картопты еске түсіретін тамыр дақылдары, бірақ тәтті. Ресейде бұл өте кең таралған. Сіз оны барлық жерден сатып ала алмайсыз, бірақ күніне көздің денсаулығын сақтау үшін кішкентай тәтті картопты жеуге жеткілікті. Тамыр дақылында көру органдарында жасқа байланысты өзгерістердің алдын алу үшін жеткілікті каротин мөлшері бар. Үшінші, тәтті бұрыш. С және Е дәрумені, сондай-ақ каротин, провитамин А. Көзі витаминнің құрамы микроэлементтермен толықтырылған. Сондықтан көкөніс көру қабілетінің нашарлауының алдын алу үшін қажет. Брокколи қырыққабаттың бір сортында. Пайдалы заттар негізінен лютеин мен С дәрумені болып табылады. Бесінші, жүзім. Күшті антиоксидантты әсерге ие. Бұл сетчатканы қалыпты күйде ұстауға көмектеседі. 6. Күрке тауық ет, яғни үндік. Еттің құрамында мырыш мөлшері жоғары, ол А дәруменінің сіңуіне ықпал етеді. Сонымен қатар, бұл микроэлементтер көру аппараттарының жасушаларын құруға қатысады. 7. Ақ қырыққабат. Көзге пайдалы негізгі элементтер лютеин, зеаксантин және А, С дәрумендері. Қырыққабат катаракта, макуляның дегенеративті өзгерістер үшін емдік диетаға енгізіледі. Сондай-ақ, оны қабылдау көру органдарын ультракүлгін сәулелерден қорғауды белсендіреді. 8. Лосось. Лосось негізінен омега-3 май қышқылдарының құрамында пайдалы. Олар құрғақ көз синдромының, глаукоманың, ретиналды дегенеративті өзгерістерді пайда болуына жол бермейді. Алдын алу үшін аптасына 200 грамм балық жеткілікті болады. Лососьты балықтың басқа түрлерімен алмастыруға болады. Майшабақ, тунец, сардина. 9. Теңіз өнімдері. Теңіз өнімдерінде балық сияқты омега-3 май қышқылдары көп. Олар ұзақ уақыт бойы көру өткірлігін сақтауға көмектеседі. Көз ауруларында қабынуды жеңілдетуге көмектеседі. 10. Бадам. Бадамдарда Е дәрумені көп. Бадамда үнемі тұтыну бұрыннан бар аурулардың дамуына жол бермейді. Сонымен қатар, жаңаларының пайда болуына жол бермейді. 11. Сәбіз. Сәбіз экзотикалық тәтті картопқа жақсы балама. Ол каротинге бай. 12. Жарма дәнді дақылдар. Бұл көзге пайдалы өнімдердің бірі. Оларды көз аурулары үшін диетаға енгізу керек. Темір мен селеннің арқасында қалпына келтіру тезірек жүреді. Цитрус лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут құрамында С дәрумені, сондай-ақ лютеин көп. Олар айқын антиоксиданттық әсерге ие. Сондықтан көздің жақсы байланысты өзгерістері дамымайды. 14. Қара қарақат. Жидектерді үнемі тұтыну С витаминінің құрамына байланысты жасқа байланысты өзгерістер басталған кезде соқырлықтың алдын алады. 15. Жұмыртқа. Жұмыртқа бұл көз аурулары үшін диетаға енгізілетін міндетті өнім. Олар лютеин мен зеаксантинге толы, бірақ
холестериннің құрамына байланысты күніне 1-2 жұмыртқадан артық жеуге болмайды. Көру қабілетін тағы қалай жақсартуға болады? Көру органдары ауруларының алдын алу үшін келесі шараларды қабылдау керек. Темекі шегуден және алкогольді ішімдіктерден бас тарту жаман әдеттерді каратактының дамуына ықпал етеді. Күн шуақты ауа райында немесе қар жауған кезде қара көзілдірік, яғни күннен қорғайтын очки киіңіз. Көзге арналған қарапайым гимнастиканы орындаңыз. Оңға, солға, жоғары және төмен. Кофеин мөлшері аз сусындарды ішіңіз. Бүгінге менде бар осы. Көңіл бөліп тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Арнаға жазылып видеоны лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл каналдың дамуына өте үлкен үлес қосады. Сіздермен болған мен Ернат, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.